Бәріне сәлем. Сәлем. Бір минут тағы бір адамымыз кіру керек. Екеуміз совместно прямой эфирға кіреміз. Қандай сұрақтарыңыз бар, жайлап қоя беріңіз. Әзірше жауап бере берейін. Бірінші осы өзімді жеке таныстырайын. Мен есімім Дәурен. Осы Білім Station компаниясының қалаушыларының біреуімін. Тағы екінші адам бар. Нұргүл Саясатқызы деген, ол қазір шамалдан кейін кіреді. Осы Сакария университетінде оқығам. Жалпы Түркияда 2 жыл оқығам. Сондықтан осы жылдан бастап осы Түркияға біздің қазақстандық студенттерімізді түсіріп, осылай көмектесіп жұмысымызды бастадық. Осы бүгін ғана хабар алдық, Ерасыл стоматология мамандығына орын бітіп қалды. Яғни шетелдік студенттер саны шектеулі болғасын, орын бітіп қалды өкінішке орай. Бірақ басқа мамандықтарда орындар бар. Халықаралық қатынас мамандығы енді ең танымал мамандық, өйткені шетелден келіп жатқан студенттердің көбісі сол мамандықты таңдайды. Енді көбінесе сол Түркияға келіп соны таңдағасын, бұлай оқу деңгейі өте жоғары. Бірақ айтқанымдай, түскісі келетіндер ол мамандыққа өте көп. Және де осы біздің әсіресе Қазақстаннан келіп жатқан студенттер көбінесе мемлекеттік басқару мамандығын таңдайды. Басқа мамандықтарда ешқандай қиындық жоқ, орындар бар. Так, сәлем бәріне. Кеш жарық. Карантиндеріңіз жалпы қалай өтіп жатыр? Сосын көбінесе бизнес компания арқылы түскісі келетін студенттер қоятын сұрағы, неге Стамбулдағы университетке түсірмейсіңдер, неге басқа университеттер жоқ? Айтарым, осы Сакария университетінде өзіміз білім алып келгесін, өзіміз сол қаланы өзіміздің үйіміз сияқты білгесін, сол университеттен бастап, сол университетке түсіргіміз келіп отыр. Өйткені сол университетті өзіміз танимыз, өзіміз барлығын білеміз. Және де сол университетке түсуге кеңес бере аламыз. Жалпы Сакария университеті Түркияның үздік 30 университет тізіміне кіргесін, білім сапасы өте жоғары. Жарайды, эфирді сақтаймыз. Грантқа тек қана Түркия бурсалары бағдарламасы арқылы түсе аласыз. Басқа ешқандай мүмкіндік жоқ. Соңғы видеоны қарасаңыз, айтқанымдай көптеген компаниялар бар. Осы грантқа түсіріп береміз, 1000-1500 доллар төлесеңіз, толық стипендия аласыз дейді, бірақ оның барлығы жалған ақпарат. Өйткені көп менің таныстарым, достарым бар, осылай басқа компаниялар арқылы алданып, көп енді 2-3 миллион теңгедей беріп, ешқандай оқуы да, ештеме де жоқ. Архитектура бағыты енді былай жалпы халықта айтады ғой, адамзатына әрдайым керек зат, ол тамақ, киім және үй. Сондықтан архитектураны таңдасаңыз, осы бұйырса оқып Қазақстаннан қайтып келсеңіз, әрдайым сізге жұмыс табылады. Өйткені үй әрдайым керек, үй бәріне керек, ал жоғары білімі бар, сапалы білімі бар, енді Қазақстанда шын айтсам студенттер аз. Стамбулда тұру өте қымбат. Сакариямен салыстырғанда, әсіресе Стамбулда тек өмір емес, бұлай оқуды қымбат болғасын, ол жаққа түсуге кеңес бермейміз. Өйткені қаражат Сакарияға қарағанда 2 есе жоғары кетеді. Түркия бурсаларының результаттары жазда келу керек. Яғни
осы карантинге байланысты әзірше баруға белгісіз болып тұрған шығар. Бірақ әрдайым жазда келетін болған. Жазда келіп сізді екінші турға шақырады. Екінші турдан егер де өтсеңіз, сол жаздың соңында, аяғында келіп қалу керек. Енді неге 5 мамандық таңдауыңыз қажет? Өйткені әр мамандыққа орын саны шектеулі. Әр студент оқуға түсіргіміз келіп отыр. Әр студент түсу үшін енді осы 5 мамандық таңдасаңыз жөн болады, өзіңізге де, басқа студенттерге де, біздің компанияға да. Өйткені біз сіздің түсуіңізге кепілдік береміз. Мамандықтар саны өте көп, бағалар да әртүрлі. Енді алдында салдым. Ең арзан мамандық 73 мың теңгеден басталып, ең қымбаты осы IT мамандығы болып табылады. Туризм факультетінде практика бар ма? Я, практика әр мамандықта болады. Енді бұлай Сакария университетінде оқып келгесін бұлай айта аламын. Егер де біздің университеттерде теорияны оқытса көбінесе, осы Сакария университетінде бүткіл Түркияда тек бірінші жылы теория өткізетті, қалған жылдары араластырып көбінесе практика жайында өткізет сабақ. Сол жағы маған ұнады, жоғары білім беру жүйесінде. Енді оқу былай тек сабаққа барып сабақ айту емес, мұғалімдер көбінесе тапсырмалар беріп тұрады, практикалық тапсырмалар, көбінесе проект береді. Яғни сізден Қазақстандағыдай оқуға бар, оқуда сабақ айт, сабақ үй жұмыс тексереді, лекция жаз деген ондай жоқ. Барлығыңыз өзіңіз үшін істейтін боласыз. Сондықтан бұл жағы енді маған ұнады. Жұмыс табу өте оңай. Шын айтсам, егер студент болып жұмыс істегіңіз келсеңіз, сізге ешкім қарсылық етпейді. Бірақ егер сабағыңызды үлгеріп жүрсеңіз, сабақтан қалмай, бағаларыңыз түсіп бітпесе, әлбетте жұмыс істеңіз. Так, қазір келесі сұрақ. Мысалы, ALES тапсырып 100 балл алсам да конкурс болмайды. Жоқ, жалпы айтқанымдай Түркия бойынша грантты тек Түркия бурсалары бағдарламасы арқылы алуға болады. Басқа ешқандай мүмкіндіктер жоқ. Соны ескере кетейін. Жалған ақпарат. Өйткені былай ойлап қарасаңыз, $1000 төлегенде сізге грантты кім бере алады? Ол бір жағын күлкілі естілмейді ма? Өйткені Қазақстанда былай өзім білгенімше көп деген таныс керек, 1-2 миллион теңгеде керек грантты ұтып алу үшін. Сондықтан бұл шетел болғасын $1000-ға, $1500 сізге ешкім грант алып бермейді. Жоқ, барлық мамандықтарға сізді аттестатпен түсіретін боламыз. Сондықтан ешқандай сізден сынақ, тест алынбайтын болады. Барлығы енді біздің арқамызда сізге көмектесетін боламыз. Архитектура мамандығына осы бірнеше минут бойы бұрын айтқан, әрдайым архитекторлар керек, үй салатын адамдар керек. Өйткені қазір енді елбасы айтқан бәріне пәтер бөлінсін деп, сол үшін енді үйлер керек болғасын, архитектураға түссеңіз күшті болады. Жоқ, Түркия бурсаларына 2 мамандыққа тапсырсаңыз болады, бірақ былай айтайын, шансыңыз азаяды. Бір мамандық таңдап, тек 12 университеттің күттай қалаларда университеттерді таңдасаңыз күшті болады. Қазір да, туризм, конечно, можно будет поступить. Туризмге түссеңіз болады. Жұмысты әлбетте таба аласыз, ешқандай қиындық жоқ. Әсіресе осы Түркиядағы отельде мүмкін тұрып қалатын шығарсыз, немесе Қазақстанға қазір туризм дамып жатқасын, ешқандай қиындық болмайды. Бакалавр барлығы 4 жыл, сондықтан барлығы бірдей. Тек бірінші жылы түркше оқитын боласыз, яғни жалпы бакалавриат 5 жылға шығатын болады.
жақсы жақсы апай. Қой бір-бірімізге. Мен жаңа күтіп отырмын ғой өзімнің страницамда. Так, бәріне қайырлы кеш. Қалайсыздар? Қалдеріңіз қалай? Бәріңізді бүгінгі қуанышты. Енді сұрақтарға келіп тоқталатын болсақ, сразу бірінші мен өзімді таныстырып бастайын, сосын Дәурен таныстырсын. Қазіргі біздің Білім Стейшн жоба жайлы қандай жүргізеріңіз болса, бізге осы жерге қойыңыздар, біз жауап береміз. Так, мен өзімнен бастайын. Менің есімім Нұргүл Саясатқызы. Қазіргі таңда Сакария университетінде магистратурада оқып жатырмын. Өздеріңіз білетіндей, Түркия мемлекетіне тек қана грантпен Түркия бурсылары бағдарламасымен түсуге болады. Осы бағдарламаның аясында оқып жатырмын. Енді 4-ші жылға қадам бастық. Бұл жақта оқу системасы мен Қазақстандағы магистратура оқу жүйесі екі түрлі. Оны қазір алдағы уақытта айтатын боламыз. Енді Білім Стейшн және Махаббат Стейшн жобаларының жетекшілерінің бірімін. Енді сөз кезегін Дәуренге беремін, әріптесім. Мен енді бұдан шамалы уақыт таныстырған, қайта айтып. Менің есімім Дәурен. Осы Білім Стейшн және Махаббат Стейшн жобалардың қалаушыларының бірімін, осы Нұргүл апай екеуміз. Мен өзім Түркияда 2 жыл оқыдым, ауызша бағдарламасы арқылы. 1 жыл Анкарада университетінде, 1 жыл осы Сакария университетінде оқығанмын. Жалпы енді Қазақстандағы білім жүйесін білгесін, осы Түркияның білім жүйесіне салыстыра отырып, көптеген сұрақтарға жауап бере аламын, айырмашылығы туралы айтамын. Енді былай айта кетейін, айырмашылығы өте байқалады, айырмашылығы бар. Сондықтан егер де Қазақстанда 1 миллион теңге оқуға кетсе, біз Түркияға одан ақша төлеп, одан сапалы білім аламыз. Сізге апай сұрақтар көрініп отыр ма? Ерлі зайыпты үшін қандай жеңілдіктер бар дейді, үй стипендия жағынан магистратура. Қазір мен сол сұрақтарды қарап жатырмын. Так, мына жақта айтып жатыр, Түркия университетін бітіріп, сол жақта жұмыс істеп жатқандар бар ма? Так, сразу бірінші айтайық, осы есігі ашылады десек, артық айтамыз. Одан жақта айтқан туризм мамандығының бағасы қанша? Туризм мамандығының бағасы орталама есеппен алдыңғы жылы 100 мың теңгені, 130 мың теңгені аралығын құрады. Әрбір жыл сайын өзгеріп отырады. Білесіздер, өздеріңіз оқу жылының ақшасы. Сол себепті 100-130 мың теңге жылдық оқу ақшасы. Бакалавр туризм. Так, одан кейін. Апай, интернет қуып кетті Түркияда. Мені естіп тұр ғой? Дәуреншім, естіліп тұр ма? Мен сізді естіп тұрмын, жаңа 1-2 минут бұрын естімеген. Интернеттен естіп тұрған сияқты. Дәуреншік. Менің ба? Вроде нормально. Так. Туризм мамандығы 100 мың және бірға жылдық оқу ақшасы. Да? Бұл бағдарлама январда.
грантқа тек қана Түркия бурсларымен ғана компаниялар немесе басқа оқу ортамда оған сенбеңіздер. Себебі неге? Себебі көптеген адамдар, білесіздер, біздің интервьюлардан көріп жатыр, алданды. Тек қана Түркия бурсларын келесі жылы уақыт аралықтары өзгеріп отырады. Январь, февраль, март деген сияқты. Биыл февральда болды. Келесі жылы өзіңіздің бағыңызды сынап көрсеңіз болады. Докторантураға, бакалавратураға. Сол себепті Түркия бурсларына бағыңызды сынап көріңіздер. Так, мынаяқта саламатсыз, Томерді бір уровеньнен бастауға. Әрине, Томерді бір дәрежесінен бастауға болады. Сіз Сакария университетіндегі Томерге келесіз, өзіңіздің 300 лираңызды төлеу арқылы экзаменге кіресіз. Сол кезде, егер сіз сол Б1 дәрежесін алатын болсаңыз, Б1-ден бастап аласыз. Егер сол дәрежені алу, сонда А2-ден бастап немесе Б1-ден қандай левелдан келді экзаменіңіз, содан бастап ары қарай оқи беруге болады. Бар сізде. Тағы не қойылды? Реншік айта берсізде. Медицина мамандығы жайт медицина. Бүгін соңғы жаңалықтарға байланысты бізде стоматологды, сол себепті дай алмаймыз стоматология. Уже лимит бітті. Сол себепті асығыңыздар, барлық мамандықтарда орын саны шектеулі. Сол себепті егер оқуға ниеттеніп Түркияға келеміз, Сакария университетіне десеңіздер, бізге байланысқа шығуларыңызды сұраймыз. Менің үлгермей жатыр ма бәрін оқуға? Үлгермей жатырмын барлығын. Журналистика факультеті қанша болады? Сіз осы біздің WhatsApp номерімізге жеке шықсаңыз, мен сізге барлық мамандықтардың Сізді естіп тұрмын, бірақ сіз қатып жатырсыз. Так. Қатып жат. Мүмкін бөлек өткізе берерміз, біреулер сіздерге кірсін, біреулері бөлшектап отыра берсін. Мен ба? Так, әлі? Давай, солай істек, я бөлек істей берейік. Жақсы. Так, енді қатпайтын болады. Сұрақтарға жауап берейік. ТБ-мен переводческое дело жоқ сияқты, иә. Түркия бурсларымен барлық мамандықтар бар. Тек қана медициналық мамандықтарға түсу өте қиын. Сондықтан переводческое дело болу керек. Документы когда должны быть готовы? Документы готовьте в тот момент, когда вы получите аттестат. Я выкладываю пост о том, какие документы нужны. Это паспорт, в первую очередь, который будет действовать как минимум еще 3 года. Аттестат ваш, перевод аттестата на турецкий язык и получение нотификации вашего аттестата в посольстве либо консульстве Турции в Казахстане, в городах Ақтау, Алматы и Астана. Медицинский журнатик жеке шықсаңыз, мен сізге толық бағалардың тізімін жіберемін. Әзірше медицинада тек 2 мамандық бар, ол акушерство мен медсестра, басқа мамандықтар өкінішке орай түсуге мүмкіндік жоқ, өйткені жалпы Түркия бойынша университеттер шетелдік студенттерге медицинаға өте аз орын береді сізге, сондықтан осы жақында стоматология мамандығына орын толып кеткен. Бірінші жылы языковой курста оқып жүріп, Түркия бурсаны аяққа тастауға болады. Я, болады. Ешқандай не жоқ, қиындық жоқ. Стоматология факультеті осы жақында орындар болған, бірақ шетелдік студенттер орын саны бітіп қалған. Сондықтан өкінішке орай әзірше ешкім
түсе алмайды сол мамандыққа. Мен мамандығым құқықтану мамандығы, өзім осы Сакарияда оқығанмын. түбі арқылы өте алмасақ ділмен төмен оқуға бола ма? Иә, болады, бізге жастамыз, сізге барлығын жастаймыз. Мамандықты қалай брондап қоя аламыз? Енді біз бізге мамандықтарды брондап алмаймыз, университетте тек қалаған 5 мамандық таңдап қойыңыз, ертең карантин біткеннен кейін бізбен кездескенде сол 5 мамандықтың тізімін бізге бересіз да, сол 5 мамандықтың біреуіне түсетін боласыз. Туризм мамандығына қашан документтер тапсыру керек және қай айда? Осы карантин біткеннен кейін біз барлық қалаларға барып қайтамыз. Ең ірі қалаларға, сол Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Ақтөбе. Сол қалаларында сіздермен жеке кездескеннен кейін келісімшартқа отырып, сол кезде бізге құжаттар тапсыратын боласыз. Немесе құжаттар дайын болмаса электрондық түрде жібересіз. Сол қандай құжаттар екенін мен пост шығарғам. Осы біздің Инстаграм парақшамызда қарай аласыз. Оқудан кейін сол жақта қалып жұмыс істеп жатқандар бар ма? Ол жақта жұмыс табу мүмкіндігі қандай? Иә, жұмыс істеп жатқандар бар, өте көп. Жұмыс табу мүмкіндігі жоғары, енді барлығы өзіңізге байланысты. Жұмысты таба аласыз ба, жұмыс істей аласыз ба? Жоқ, мен Түркия бұрсы арқылы түспегем. Мен Милана бағдарламасы 2 жыл Түркияда оқығанмын. Мен бірінші Қазақстандағы университетке түсіп, бір курс оқып, 2-ші, 3-ші курсты сол Түркияда өткізгем. Ал 4-ші курсқа қайтадан Қазақстанда, яғни бір жағынан электрондық жүйе сияқты оқыдым. Так, барлық сұрақтарға жауап берген сияқтымын. Тағы сұрақтарыңыз болса, жаза беріңіз. Көбісі осы Нұргүл апайдың прямой эфирін кетіп қалған сияқты, магистратура болғасын. Енді біздің қызметтер туралы айтып берейін. Біздің қызметтерге тек қана оқуға түсіру емес, біз оқуға түсуге кепілдік береміз. Сосын барлық құжаттарымызды біз реттейтін боламыз, тапсыратын боламыз. Ертең оқуға түскеннен кейін сізді Стамбул аэропортына күтіп алып, қарсы алып, Сакарияға бірге алып келетін боламыз, сопровождение болады. Таңдаған жатақхана немесе пәтеріңізге орналастырамыз. Және ең бастысы страховка медициналық және виза алып беруге де көмектесеміз. Яғни документтер сіздің орныңызға толтырып, сізге тек барып алып кетуге қажет болады. Енді бұл грант болмағасын, ерлі-зайыптылар үшін шын айтайын, жеңілдіктер болмауы мүмкін. Скорее всего, жеңілдіктер болмайды. Өйткені жеңілдіктерді Түркия бұрсы бағдарламасы береді әшейінде. Сондықтан қатты ойланбай ақ қойыңыз жеңілдік туралы. Стоматология орын тауып қалды. Өкінішке орай, стоматологияға енді шетелдік студенттер түсе алмайды келесі жылға. Осы бүгін ғана хабарын алдық. Енді бірақ медицина жағынан акушерство мен медсестра мамандықтары қалды. Және басқа мамандықтарда әлі орындар бар. Жоқ, ветеринарный факультетте жоқ. Өкінішке орай. Осы Инстаграм парақшамызда толық мамандықтар тізімі бар. Мамандықтарға түсе аласыз. Қарасаңыз бағаға жазылып. Сосын айта кетейін, сізге виза алуда оңай болады. Өйткені сіз студент болғасын, Түркия мемлекеті ешқандай қиындықсыз, тек жыл сайын налогты төлеп тұрсаңыз, қазіргі таңда налог 110 лира, былай орташа есептегенде бүгін курспен 7000 теңгедей болады жыл сайын, сол налог сол визаға кететін болады.
маған тек менеджмент мамандығы керек еді. Сіз мамандық таңдағанда ең бірінші кезекте ең қатты түскіңіз келетін мамандықтарды жазасыз. Біз әлбетте сіздің қалаған мамандығыңызға түсуге тырысамыз, бірақ егер де түсе алмай қалған жағдайда қалған төрт мамандықта енді ол кезде түсетін болады 100%. Кепілдік алу үшін, университетке түсу үшін сондай шартымыз бар. Жоқ, ондай келісімшарттар ешқандай компанияда жоқ. Өйткені ол мемлекеттік университет бір жағынан, екінші жағынан ол енді бір түрлі уақытты мемлекеттік университетпен келісімшартқа отырған. Оны тек мемлекетпен келісімшартқа отырғанда былай жалпы университетпен жеке келісімшарт жоқ. Және де біздің компания арқылы түскен студенттер ертең бұйырса Сакарияға келгенде осы Түркияға жаңа халыққа тезірек енгені үшін біз бірнеше тегін басқа қалаларға саяхат ұйымдастыратын боламыз. Осы біздің компания арқылы түскен студенттер